Жошы хан кешеніне осындай кіреберісінде сақ стилінде жасалған арба. Оның үстіне жауынгер осылай мінетті. Алдында екі аты. Мына аттарды қарасаңыздар, тау текенің мүйізі. Ал мына жерде қарап тұрғаныңыздай, мынау атқа мінген Жошы ханның өзі құланға міне осылай аңға шыққан. Енді аңыз бойынша осылай аңға шығып, құлан қолын шайнап, солай қаза тапқан. Кешеннің арт жағынан шығып, осы жерде Жошы ханның ескерткіші тұрады. Мына жерде Жошы хан деген жазуы бар. Ал енді мынаны қараңыздар, мынау Жошы ханның алтын ордасы. Ана есігін көрдіңіздер ме? Алтыннан жасалған. Ал қарайықшы. Бұл жерде міне әрине тақ төрде тұрады. Мына оң жағында қарасаңыздар, бұл деген Кетбұған айон. Кетбұған айон аңыз бойынша Шыңғыс ханға Жошы ханның өлімін хабарлап, осылай домбырамен Ақсақ құлан деген күйді айтып берген. Ал енді міне Жошы ханның өзіне салынған кесене. Бұл ғимарат негізі 14 ғасырда салынған. Осы ғимараттың кесененің 80% сақталған, сол, яғни 14 ғасырда салынған, ал реставрациялық жұмыстардан кейін осылай жасалған. Осы жерде қарасаңыздар, міне екі осындай тас. Деректер бойынша біреуінде әйел адам, біреуінде ер адам. Ер адамның бір қолы, сүйектерінің қолы жоқ екен. Сол аңызға сәйкес келеді, яғни құлан қолын шайнап, солай өлтірді деген.